Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Дүнияға лақтар келіп жатыр. Бүгін 1 март 2024 жыл. Екі лақ дүнияға келді бір күнде. Мына лақ. Мына тоқалы ешкінің лағы жаңа туды. Мынау мүйізді ешкінің лағы мынау жатқан. Мынау еркегі лақ, ана бірінші туылған. Ана жатқан. Мынау ұрғаш мекен. Белгісіз енді жап жаңа туылды. Кішкене туу жағы қиындау болды. Лақты жаймен шығарып алдық, жаймен тартып. Күшенген кезде. Бұл сөзбен айтқанда көмектестік. Ағлақ болғанда енді кішкене үстінде нелері бар ау деймін. Мынандай сарғыштар или кете ме екен бұл. Белгісіз. Күн жақсы болып тұр. Күн жоқ болып. Бір керемет күнде туып тұр бұл. Негізі екеуі де түстің уақытында туып тұр ғой. Ол кішкене сәл ертерек туды. Мүйізді ешкі. Қайсының лағы екенін біле алмай, ана бірінші туылған лақты. Мынау жаман балажан екен мына тоқалы ешкі. Қайта ана лақты жалап, кішкене ажырата алмай жүрдік. Қайсының лағы мынау деп. Неден білдік енді? Арттарынан, мына мүйізді ешкінің артынан қызыл қан ағып жүргеннен кейін түсінік болды. Мұнаның артынан мынандай зат ағып жүрді. Мынандай бір түссіз зат ағып жүрді. Айта алмаймын конкретно қандай зат екен. Соның арқасында білдік. Былтыр мұнаң лағы өлі туылып еді, мұнаң лағы. Былтыр сатып алынған ешкілер ғой. Жалпы. Мынау боз болып келді. Лағы өлі туылды бірақ. Үйілдің кезінде. Бізде теке бар еді ғой. Мүйізді теке. Сол сүзді ма, сөйтіп лағын өлтіріп тастады ау деймін, сүзіп. Осындай хабарлар.